Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гаухар. Бүгін грузин тағамы хычини әзірлейтін боламыз. Арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен електен өткізілген 400 грамм ұн керек. Ұнымызға бір ас қасық майонезді қосып, тұз қосылған суымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымыздың бетіне май жағып, целлофановый пакетпен жауып, тыңғанша қойып қоямыз. Енді хычинидің салмасын дайындаймыз. Ең алдымен брынзамызды алып, үйік күшінен өткізіп аламыз. Піскен картобымызды да дәл солай өткіштен өткізіп аламыз. Ас көкті майдалап турап қосамыз. Ол да хычинimizға бір ерекше дәм береді. Ал енді барлығын қосып, жақсылап араластырып, шарик жасап, дайындап қоямыз. Менде 7 шарик шықты. Нанымды да тыңғаннан кейін 7 бөлікке бөліп алдым. Бөліп алған шариктерімді бетін целлофанмен жауып тындырып алдым. Тынған нанымды өстіп қолмен жайып, ортасына салмамызды салып, видеодағыдай орап қойып қойдым. Тынып тұрған нанымыз тез жайылатын болады. Осылай жұқа қылып нанымның бәрін жайып алдым. Енді қызып тұрған табада майсыз қақтап пісіреміз. Өстіп көтеріледі. Екі жағын аударып, дайын болған хычинimizға сары май жағамыз. Брынза мен картоп қосылған қақтап пісірілген нанымыз дайын. Өте дәмді шықты, дайындап көріңіздер. Каналыма